Қаңтар айы аяқталды, ал бұл деген сөз нағыз ұбытыға 4 ай ғана қалды. Ал сен дайынсың ба? Иә, бұл сенің соңғы мүмкіндігің. Бірақ уайымдама, қалған уақытыңды тиімді қолданатын болсаң, нәтижеге сөзсіз жетесің. Осы тұста видеоны қаңтар ұбыты тапсырған және тапсырмаған оқушылар қарап отырулары мүмкін. Қаңтар ұбыты тапсырып, бірақ та аз балл жинап қалсаңдар, еш мойымаңдар. Себебі бұл сендердің деңгейлеріңді анықтаушы тест болды. Ал қаңтар ұбыты тапсырмаған оқушылар ендігі уақыттарыңды жүйелі дайындыққа арнаңдар деген келеді. Қазір сендерге көмектесетін 5 техниканы айтатын боламын, міндетті түрде қолданыңдар. Бірінші кеңес, ол бір күнде барлығын оқып шығамын деп ойлама. Яғни мысалға сен бір күнде биологияның барлығын оқып шығамын деп материалдың жартысын ғана оқып үлгеруі мүмкін, ал қалғаны түсініксіз болып қалады. Яғни 2-3 сағаттан артық сабақ оқымау керек күніне. Мысалға бір күндеріңді бір пәнге арнасаңдар болады. Мысалға осы тұста сендерге біздің бейімлі оқушыларының бір күндік жоспарын айтқым келіп тұр. Яғни олар бірінші бір тақырып бойынша сол сабақтың видео сабағын қарайды. Ол сабақтар бізде 20 минут, 30 минут болуы мүмкін. Одан кейін сол тақырып бойынша түсінгенін қорытындылау мақсатында тест тапсырады, және ол білімді одан әрі қорытындылау мақсатында, пысықтау мақсатында достарымен бірге жұптық жұмыстар орындайды. Келесі үшінші кеңес, ақпараттарды шығармашылық әдістермен оқуды, жаттауды үйреніп көрсеңдер болады. Мысалға, ол белгілі бір суреттермен, ассоциация жасау арқылы, немесе графикалық кестелер арқылы, яғни зрительный память арқылы жаттасаңдар болады. Енді осы тұста сендерге әдет күші деген нәрсені айтқым келіп тұр. Жалпы әдет күші кез келген іс-әрекет жасаған кезде белгілі бір жақсы әдеттерді өмір салтыңа енгізуге өте пайдалы нәрсе. Жалпы біздің күнделікті жасайтын атым әдеттеріміз ол күнделікті жасай бергеннен кейін автоматизацияға жетеді. Яғни сол деңгейге жеткен кезде біз уже белгілі бір іс-әрекет жасауда еш қиналмаймыз, миымыз сол нәрсеге үйреншікті болып қалады. Мысалы, сендер күнне бір 20 минут, 30 минут кітап оқуды әдетке айналдырсаңдар болады. Яғни сендер күнде үздіксіз солай кітап оқуды әдетке айналдыратын болсаңдар, ол сендерді өмір салттарыңа еніп кететін болады. Содан кейін бір жылдан кейін қарасаңдар, сендер уже көп нәрсені, ақпараттарды біліп, өмірге деген көзқарастарың басқаша болғанын байқайсыңдар. Келесі кеңес, ол қорқыныш пен стрессті басқару. Білем, ұбыты алдында барлығында бұл қорқыныш, стресс болатын қалыпты жағдай. Бірақ та осы қорқыныш пен стрессті қазір қалай басқару керектігін айтатын боламын. Яғни негативті ойлардан аулақ болу керек. Мен 4 сағаттың ішінде үлгеремін бе, сұрақтардың орнын ауыстырып алсам не істеймін, немесе жаңа тақырып келсеші деген секілді болмашы ойлар арқылы сен өзіңнің сенімділігіңмен дайындыққа деген желаныңды өшіріп стресске түсуің мүмкін. Ал енді бұның алдын алу үшін аптасына немесе бір аптада сынақ тестін тапсырып отыр. Яғни ол қалай дейсіңдер, кәдімгідей нағыз ұбытыда отырғандай атмосфера жасауларын керек. Ешқандай артық затсыз таймер қойып және үйдегілерге ескертіп 4 сағаттың ішінде тест тапсырыңдар. Яғни бұл тест тапсыру арқылы сендер миларыңды нағыз ұбытыға дайындайсыңдар және 4 сағаттың ішінде берілген уақытта сұрақтарды ширақ және тез шешуге жағдай жасайсыңдар. Келесі кеңес, ұйықтап жатқанда сабақ оқы. Біртүрлі естілгенмен, бірақ та 100% жасайтын техника. Бұл қалай сендер қараңдар. Яғни сендер кешке ұйықтар алдында белгілі бір тақырыпты оқып түсініп алыңдар. Одан кейін бірден ешқандай теледидар, гаджет, телефон, әлеуметтік желіге кірмей ұйқыға кетіңдер. Және таңертең тұрған кезде сол тақырып бойынша өзіңе 5 сұрақ қой. Және сол сұраққа сен міндетті түрде жауап бере аласың. Яғни бұл деген сөз, ми ұйықтап жатқан кезде сенің соған дейінгі оқыған ақпараттарыңды жақсы қорытатын болады. Мен айтқан осы кеңестерді орындайтын болсаңдар, межелеген мақсаттарыңа міндетті түрде жететін боласыңдар. Бірақ та тек видео көріп отыру аздық етеді. Сол себепті іс-әрекетке көшу өте маңызды. Айтпақшы достар, біздің бейімлі қосымшасынан тегін пробный тест тапсыра алатын мүмкіндіктерің бар. Осы видеоның астында описаниеде сілтеме қалдырылған, сол жақтан өтіп пробный тестті тегін тапсыра аласыңдар. Және де осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, коммент жазып, және де каналға подписаться етіп кетуді ұмытпаңдар. Сендермен әдеттегідей қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.